Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз әдеттегідей күркетауық балапандар жайлы болмақ. Инкубация кезінде кеткен қателіктердің кесірінен кейбір балапандар міне мынау сияқты талтақ болып туып жатады, аяқтарын жинай алмайтын жағдайлары болады. Оны емдеудің екі жолы бар. Жаңадан туған балапанды үсті басы кепкеннен кейін кейбіреулер мына ұқсап стаканға отырғызып қойып жатады, аяғын жинап үйрену үшін. Стаканға отырғызып қояды да 2 сағат сайын, 1 сағат сайын шығарып, жаңағы жемін жейтін болса жегізіп, суын ішкізіп, аузына витамин құйып жататын жағдай болады. Және ең кең таралған, мынау құсшылардың арасындағы ең кең таралған түрі ол балапанның аяғын байлап қою. Қазір сіздермен соны көретін боламыз. Мен шиыршықтап әрине алдын ала жіп дайындап қойдым. Мінекей, мынандай жіппен аласыздар. Балапанды қолыңызға аласыз. Содан аяғын байлап бастайсыз. Балапанның аяғын қатты қысып байлауға болмайды. Қан жүрмей қалып, балапан буыннан айырылуы мүмкін. Сондықтан қатты қыспауға тырысыңыздар. Егер бұны басқа балапандар шоқып, байлағанын шешіп тастап жататын болса, тағы да байлап қоясыздар. Осылай байлағаннан кейін балапан біраз уақыттан кейін аяғын жинап үйренетін болады. Оған дейін аяғы байланып тұрған абзал. Жақындатыңқырап байлайық кішкене. Бір адамнан гөрі енді 2 адам байласа оңайырақ болады. Қазір шыда. Но байлатпайтын түрі бар ғой. Мінекей, осылай байлаймыз. Қазір артығын қиып тастайын. Мінекей, балапанның аяғын нақсап байлап қоясыздар. Осыдан кейін 24 сағаттың 48 сағаттың аралығында бұл балапан аяғын жинап үйренеді. Содан кейін шешесіз. Болмаса тағы байлап қоясыз. Осылай балапанның буыны қалыптасуы керек. Бүгінгі қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп салып жатқан ақпараттар легі осындай болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бейбіт күндерде жүздескенше. Қош, сау болыңыздар.